Соңғы уақытта біздің редакциямызға жиі келіп түсетін хабарламалардың бірі көше аралап немесе үй-үйді жағалап діни тақырыпта әңгіме жүргізетін адамдарға қатысты болып отыр. Көп тұрғындар мұндай әрекеттерге алаңдайтынын, кей жағдайда қолайсыздық тудыратынын айтып, өз пікірлерін жолдап жатыр. Осыған байланысты біз Жезқазған және Қаражал қалаларының тұрғындарынан көше мен үй аралап дінге шақыруға қалай қарайсыз деген сұрақ қойып көрдік. Ал сіз қалай ойлайсыздар? Мұндай әрекет орынды ма? Әлде әр адамның жеке кеңістігі сақталу керек пе? Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Осындай праздниктерді бұрыш-бұрыштан кітаптарын таратып, олар өздері сондай бір ұйым жасады. Осының бәріне тыйым салынып жатыр ғой қазір. Ол тыйым салынғанға қарап отқан жоқ. ЛГБТ-тердің ол заңға да қайшы, сосын біздің дінімізге де келмейді. Оны шамалап ептеп неге салу керек? Заңға келтіріп, көшеде жүргендерді ұстап алып, қамау керек оларды. Тоқтату керек оны. Көше жас балалар болады, ол үлкендер болады. Кеше тұрып жасыратын еш нәрсе жоқ қой. Жас балалар тартып алып кетеді, ертең ол болмайды ғой сосын. Ақырында болды. Олардың саясаты өте жаман саясат. Эгоисттері мысалға ұсталды ма, аямау керек, соттау керек ол. Баяғыда бір рет бұрқыта қалып, одан басылып еді, енді қайтадан бастаған ғой. Қандай да бір дін болсын, өздерінің ашық түрде жариялағанын мен негізі өзім қаламаймын. Керек адам қазіргі кезде мешітке барады, шіркеуге барады. Керек адам дін іздеп жүрген адам өзі сол орталыққа барса деген өзім солай ойлаймын енді. Ал енді расында да ол қағаз таратып, біздің дінге кіріп, тағы да басқа бір насихаттау менің ойымша дұрыс емес. Егестеріңе келді. Шері былай болады деп жаңа әңгімесін айтты. Үйді аралап жаңағы жұртты үгіттеген үшін заң мықты болса, олар қояды. Сол үшін жаңа заңды қатаңдату керек. Қатты заң болу керек. Үйді ұстай ма, көшеде ұстай ма, апардағы отырғызып қояды. Мынандай брошюралардың барлығы жаза салып шығара баспады. Ол діни кітапқа жатпайды. Обязательный түрде оның заңмен шектеу қою керек. Мынау жаңа егов деген бұрын болды, одан кейін жоқ болып кетті. Міне қазір уже интернет дамығаннан кейін уже интернет арқылы шығып жатыр, естіп жатыр, маха сообщениялар жібереді, үйлерге келеді. Конечно, ол дұрыс емес. Балаларға да айтып отырмыз. Ол дұрыс емес. Қазақстанда тұрғаннан кейін бізде ондай негізі недопустимо. Бірақ та келіп жүрді, үйлерді, жер үйлерді аралап жүрді, көрдім, аха. Мен оған қарсымын, дұрыс емес ол, аха. Заңмен шектеу қою керек, оны жоғарыға айту керек. Оны енді былай на законном уровне, на уровне правительства шешу керек қондай вопростарды. Бағымдағылар бір қаптап кететін, үйімізді да аралап маза бермейтін, түрлі түсті бояулармен суретілген кітаптарды тарататын. Оны өзім куәгер болдым. Олар ағымдағылар өте қатты насихаттайды, балаларды қызықтырып, кітаптарын әкелді, сурет түсті суретпен. Мен өзім мына балалар кітапханасын істегенсін білем ғой. Ол балаларды суретпен қызықтырады, жақсы жасайды олар негені. Жарнамалап жүрген дұрыс емес, балаларды текке басқа бағыт берген дұрыс емес қазір өсіп келе жатқан балаларымызға. Заң жүзінде шектеу қою керек, бұны қолға алу керек.